Сәлем оқырман. Кеше ғана Арунаны жобадан шығарған болатын. Аруна шындығын айтып ішінен жарылды. Бүгін болса керемет видео жүктеп қойыпты. Нұртас екеуі эфир сыртын жұп болып, тойға дайындалып жүргендей. Керемет сурет фото ұзатуға шақырауынан көрінеді. Өте қуаныштымыз, тез той болсын. Эфирдің сыртында да өмір бар дегендей. Жоба қосты, алдыңғы өмірлерін өздері құрады. Жалпы Аруна жобадан кеткен себебін балауса ханым айтып кетті. Сыйластық жоқ, миске ұтылып бара жатқасын қатыспады деді. Ал Аруна болса өзі жобаға келіп айтпаса да. Инстаграм парақшасында өзінің ойларын қалдырған болатын. Қысқаша айта кетсек, сыртта жүріп, подножка берген адамға ренжідім деді. Кім екенін айтпады енді. Біткен іске сыншы көп демекші. Бұл туралы тіпті ештеңе айтқым келмейді деді Аруна мисс жайлы. Ал сіз қалай ойлайсыз, Арунаны кім шығарды жобадан? Басқада білмейтін сырлар көп секілді. Оқырманның пікірі өте көп, оқып көрейін. Егер мән берсе Аруна таныстыру өте тамаша өтті. Ол да өмірі өнермен байланысты етіп жатқанын көрсетті. Акеркеге де енер бәйгесінде не көрсетесін деп өлең айтқан үшін төмен бал қоюға болар еді. Ол да ән айтып өнерін көрсеті. Басында Ақеркені дайындап қойған сержан үшін. Аруна аңғарымпаз қыз, орын үшін емес. Әділетсіздік үшін кетті. Бақытты бол Аруна Нұртастан. Айырылма. 10 жас үлкендігі түк емес. Еркек ешқашан ерте қартаймайды. Қосылайық жобасы, мисс атағын алатын жоба емес, махаббат алаңы. Емес пе? Басты мақсаты екі жасты табыстырып қосып, бір бүтін қылатын жоба ғой. Бүкіл Қосылайықтың ұжымы кішкентай қыз Аруна шындықты айтып, шырылдаған үшін жобадан шығарып тастадыңдар. Бұл әділетсіздік, жоба шартын бұзған жоқ. Сіздер кінәні өздеріңізден іздеңдер, қайта осы әділетсіздік үшін сіздерді шығару керек. Осы Қосылайық жобасы биыл қызықсыз. Сырттан келіп жатқан үміткерлер аз. Келсе де оларға деген сыйластық жоқ, бір-екі кездесуден кейін таныстықтары тоқтап қалады. Қатысушылар өзара бір-біріне ғашық болып сөз салып жатады. Диана ханым жүргізуші болған кезде бұндай таныстыққа жол бермеген. Әрине бір-екі адамға рұқсат беретін, ал бұлай сырттан көп үміткерлер келетін. Қазіргі кезде бір-бірімен танысып, ұрсысып қырылып жатады. Қысқасы Қосылайық жобасы, мисс Қосылайық жобасы болып кетті дейді оқырмандар.